Саламатсыздар ма? Менің қолөнер каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай шерстяной және полиэфирный қосылған жіптен жылдам тоқылатын следик көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай жіп, бір түсті жіп болса болады, 3-4 түсті жіп болса да болады. Және де осындай міне номер 3/5 ілмек бізіміз 3 штук бізбен тоқсаңыздар да болады. Мен мына жіпті, мына жіппен, кішкентай жіппен, және мына үлкен жіппен, екеуі де бір түс. Осы жіптен тоқып бастайтын боламын. Қалың болсын деп, екі жіпті қосып тоқитын боламын. Және ортасына осындай жасыл жіпті қосамын. Және де біз осындай следиктің басынан бастап тоқимыз. Мынау бізде табан жағы. Мысалы, мына жақта біз аяғымызға бетіп киеміз, саусақтарымыз мына жерде тұрады. Міне осылай тоқып бастаймыз. Осындай қазір мына жіпті қалай қосу керектігін көрсететін боламын. Тағы да осылай неше түрлі жіпті қосып тоқсаңыздар болады. Ал кеттік. Міне осындай екі жіпті қостым. Біз ең басында скользящий петлядан бастаймыз. Скользящий петля дегеніміз мына алақаныңызға жіптің ұшын ұстайсыз, сол қолыңызға, оң қолыңызбен ілмек бізді ұстайсыз. Міне осылай жіпті алақаныңызға ұстадыңыз, тырнағыңыздың бас жағына былай орайсыз. Сонда қараңыз, мына үш жағы крестик болды, сырт жағы параллельный болды. Енді біздің ұшын төмен қаратып, міне былай саламыз. Бірінші жіптің астынан екінші жіпті ілеміз, тартып шығарамыз. Бұл бізде мына рабочий жіп. Жіптің ұшы мына жақта. Енді бізімізбен былай ғана жұмыс істейміз. Бізімізді ары бері тартып жұмыс істейміз. Оң қолымызбен міне. Мына біздің скользящий петляға бірінші біздің неміз ілмегімізде, бірінші ілмек, екінші, үшінші. Қарасаңыз, бір, екі, мына ілмекте үшінші. Төртінші, 5, 6. Мен негізі 6 жіптен бастай беремін. Міне қарасаңыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5, мынаумен 6 ілмектер. Біз кейбір кісілер ілмек біз деген санамайды, мен санаймын. Енді қараңыздар, мына жіптің ұшы бар бізде. Міне скользящий петля деп осы себепті аталады. Міне жіпті тартсақ, міне мынандай домалақ болып шықты. Енді міне ең бірінші біздің міне тоққан, міне жерде ең бірінші тоққан ілмегімізде, міне. Енді біз столбик без накида техникасында тоқитын боламыз. Міне тура осы жерге, міне қараңыздар, мына жерге, міне біреу, екеу. Екі жіпке сразу ілдік, міне. Бір. Міне қараңыздар. Бізімізде екі ілмек, екі ілмектен бір ілмек шығарамыз. Енді тура сол жерге, міне қарасаңыздар, тура сол жерге тағы бір екі ілмек бізімізде бір ілмек шығарды. Бұл бізде столбик без накида деп аталады. Енді біз осы жерге мынандай белгі беріп қоймыз. Бізде маркер деп аталады. Мына жерге бізде екеу тоқылды. Енді әр қайсысына мына жерге келесі бізде шаш сияқты, косичка сияқты тұр. Біреу, бізімізде екі ілмек, бір ілмек деп шығарамыз. Тура тағы да тура сол жерден шығардым. Мені қарасаңыздар, мына жерде бір ілмектен екеу шығардым, мына жерде тағы бір ілмектен екеу шығардым. Бұл бізде столбик без накида деген техникасы. Мына жерде келесі тура осы жерге тағы да екеу тоқимын. Қараңыздар, біреу,
міне тура сол жерге екінші. Міне енді келесі мына жерге тағы да міне біреу тоқимын. Тура сол жерге міне екінші тоқыдым, екінші ilmekті тоқыдым. Енді мына жерге бізде соңғы біздің бірінші қатарымыздың соңғы ilmегі міне. Мына жерге тағы да екеу тоқыдым, иә. Мынау бізде екінші қатарымыз бітті, үлкейіп жатыр, иә. Енді ары қарай мына жерге тағы да міне біреу, тура сол жерге екеу. Мынау бізде үшінші қатар. Үшінші қатар, мына жерге мен ilmekті қойып қоям. Ой, маркер. Енді өстіп столбик без накида техникасында әр ilmектен екі ilmek шығарып отырмыз, міне. Тағы келесі, иә, міне біреу. Тура сол жерге екеу. Үшінші қатарымызда тура сол. Ой. Тағы былай жасаймын жерді. Соңғы біздің үшінші қатарымыздың соңғы ilmектері, біреу. Тура осы жерге тағы бір ilmek тоқимыз. Енді мына маркерді алып тастасақ болады. Біреу тоқимды, маркерді ілемін. Негізінде кейбір кісілер санап жатады. Мен санамай тоқимын. Өстіп тоқып аламын. Сонымен екі сіледекті бірін-біріне салыстырып, мысалы мына бір сіледекті осының үстіне міне бетіп қойған кезде міне екеуі бірдей болып тұру керек. Мына жер это до конца тоқылмағандықтан кішкене кеңірек болып тұр. Негізінде міне басы бәрі бірдей. Астынан қарасаңыздар да міне бірдей болып тұру керек. Мен өстіп кішкене тоққаннан кейін өлшеймін. Негізі бұл ең жеңіл тоқылатын сіледек. Мен маған үйренуге біздің центрға қыздар келеді. Сол қыздардың бір менің 8 жаста қызым болған аты Сезім. Қазір ол қыз сабақ оқып жүр. 4-ші класс, по-моему. Сол қыз кішкентай кезінде келіп, осы сіледекті үйреніп алған. Содан үйінде әпкелеріне, мамасына, папасына өзі өстіп жылды сіледек тоқиды. Одан тағы сіледек тоқып, апасының размеріне келтіріп, басқа қалаға посылкамен жібереді. Жылда өстіп, ол қыз сіледек тоқиды. 8 жастағы қыз. Ол қыз енді біраз заттар тоқыған. 8 жаста болса да қазір ол қыз уже 9-дан 10 жасқа кетті. Аты Сезім. Міне осылай тоқимыз. Және мына жерге қайтадан маркерлеміз. Міне бізде 4-ші қатарымыз бітті. Міне уже шығып келе жатыр. Міне енді былай тоқимыз. Мына жерге екеу тоқыдым бір-бірден. Енді міне келесіне мына жерге біреу, екеу, біреу, мына жерде біреу, міне бір, мына жерге екі, мына жерге бір, мына жерге бір, екі, тура сол жерде мына қараңыздар. Бір, екі деп жатқаным, мына жерде мен біреу бір ilmектен шығардым, біреу шығардым. Ал мына жерде қарасаңыз, мынандай болып тұр. Бұл жерде екеу тоқыдым. Бір ilmектен екеу. Мына жерде біреу, мына жерде қайтадан екеу.
Сонда қарасаңыздар, мына қараңыздар. Бірінші қатар бізде 6 столбиктен тұрды, иә? Мынау скользящий петлямыз, иә? Скользящий петляға біз 6 ілмек тоқыдық. 6 ілмек деп қоям ба? Ілмек, иә? Екінші қатар біз 2-2-ден тоқыдық та, мынаны былай көрсетіп қойсақ болады. Негізінде интернеттен қарайтын болсаңыз, столбик без накида бізде былай белгіленеді, былай белгіленеді. Бірақ ұзын емес, как плюсик сияқты белгіленеді. Схемада осылай белгіленеді. Ал міне мына жерде екінші қатарда біз 2-2-ден тоқыдық, иә? 2-2-ден тоқығанымыз былай деп белгілесеңіз болады. Үшінші қатар біз тағы да 2-2-ден тоқыдық. Төртінші қатар қазір тоқып жатырмыз, иә? Біреу, екеу. Добавкамыз мынау біздің, иә? Біреу, екеу, добавка. Сонда міне добавкамыз осымен қазір ғана айтып өткен, міне. Біреу, мына жерде добавка, біреу, добавка. Міне сонда біреу, добавка. Біздің төртінші қатарымыз. Екінші парасында өстіп тоқу үшін жазып отыру керекпіз. Екі тоқыдым, мына жерде мен добавка. Бір ілмектен 2 ілмек тоқимын. Біреу, екеу. Мына жерге міне екеу тоқимын. Біреу тоқыдым, тура сол жерге міне екеу тоқимын. Біреу, келесіне біреу. Мына жерге мен 2 ілмек тоқимын, міне. Бір ілмек. Тура осы жерге міне екінші ілмек. Мына жерге біреу. Мына жерге екеу. Біреу. Тағы тура сол жерге екінші ілмек тоқимын. Мына жерге біреу. Мына жерге біреу. Мына жерге екеу тоқимыз. Біреу, міне екеу. Міне осылай. Міне енді мынаны бізге аяқтың размеріне байланысты қарайсыздар енді. Мынау мені мысалы мына тоқып жатқаным мен 37-ші размер жіңішке аяққа заказ. Міне қарасаңыз, міне мына жерде тағы да біз бір қатар міне біздің 5-ші қатарымыз. Маркерімізді іліп қоямыз. Міне 5-ші қатар, е? 5-ші қатарда біз былай тоқимыз. Барлығын бір-бірден тоқып шығу керекпіз. Міне қалай. Қараңыздар. Әрқайсыны бір-бірден ғана тоқып шығамыз. Енді ол әркімнің аяғына байланысты. Бір аяқтар болады, жіңішке аяқтар болады, жалпақ, кішкентай аяқ болады. Ол әркім өз аяғына байланысты тоқиды. Ең бастысы, бір следикті басын тоқып отырғанда өстіп жазып отырыңыздар. Және мынандай маркермен, жіппен белгі беріп отырсаңыздар болғаны. А то екінші следигіңіз үлкен болып кетуі мүмкін. Ең бастысы басын дұрыс тоқсаңыз, ары қарай жай ғана тоқи бересіз. Мен маркерімді ілмеп болған, мына жерден қарап көрсеңіз де болады. Ең басында бастаған міне бірінші қатар, мына жерде екінші қатар мысалы. Примерно мына жерде. Даже мына жерде біреу екеуден де мына жерде екі добавка тұр. Мынадан кейін добавкалар жоқ. Мына жерде добавка. Сол қарап өздеріңіз зерттеп байқап отырасыздар.
22 же мынау қалың слитик болып шығып жатыр. Міне мынада примерно бір 37-ші, даже 38-ге де арнап тоқи берсеңіздер болады. Ал мысалы сіздер кішкентай балаға тоқитын болсаңыз, ол тоже баланың аяғының жалпақтығына қарайсыздар. Бірақ та міне 1, 2, 3, 4 төртінші қатарға дейін тоқисыз да. Болмаса мына 3-ші қатардан кейін сразу жай ғана тоқып кете берсеңіздер болады. Міне осылай мен сияқты. Міне менікі бітті. Осымен бітті. Енді мына жерде мен бүйтіп санаймын. Міне мына жерде санаймын, мынаны санамаймын, мына жерде санаймын. Ол өйткені міне мына жерде шығып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Мынау қазір бізде 29 барлық біздің ілмектеріміз. Бірақ ол жіптің жуандығына да байланысты. Мен мысалы мына бір жіппен ғана тоқсам, ол жіңішке болады, иә? Жіңішке болады да, бұл кішірек болады қазір. Қанша тоқсам да, мынада кішірек және қалай айтсам, даже размерінде де кішірек болатын еді. Мен жуан жіппен тоққандықтан, мынау екі жіпті қосып тоққандықтан бұл қалың және де үлкен болып шығып жатыр. Ал кішкентай балаға тоқитын болсаңыздар, мына жерде міне екінші қатар, екінші қатарда барлығына 2-2-ден тоқыдыңыздар. Үшінші қатарды осылай тоқып көріп, аяғының басына кигізіп көрсеңіздер болады, үшінші қатарға дейін. Болмаса үшінші қатарда көресіздер, біреу добавка деп мынаны жақша алып қойын былай. Біреу добавка деп өстіп тоқсып көрсеңіздер болады. Ол аяқтың жаңағы өзінің жалпақтығына байланысты. Енді қараңыздар, енді ары қарай жай ғана тоқи береміз. Жай ғана қалай айтсам, аяқтың следиктің кигенде аяғыңызға өздеріңіз білесіздер ғой да, следик қай жерге дейін аяқтың басында ғана тұру керек. Сонда ғана алып, өстіп жай ғана столбик без знаки техникасында өзіңіздің аяғыңыздың размеріне келтіріп тоқи бересіздер. Ал өкшесін тағы да мен көрсететін боламын. Менің аяғым 38-ші размер и аяғым жалпақ. Міне осыдан мен гүлдің, мына жерден носкиге гүлдің сүйреті аяқталған жер бар ғой, сол жерге дейін ғана тоқимын. Және де оның былай қарай біз өкшесін тоқимыз ғой. Сосын айландырып, тағы да окантовка жасаймыз, шешетін тоқитын боламыз. Сол себепті кішкене қатты былай тоқып тастамаңыздар, аяқтарыңызға кие алмай қаласыздар. Кішкене мынандай тоқисыздар. Тағы да мына жерде бір қатар болмаса екі қатар окантовка жасасаңыз болады. Мына қараңыздар, мына жерде біздің жібіміздің ұшы бар, жібіміздің ұшын мынақа іліп, потом былай байлап тастаймыз, бүйтіп до конца шығарып, кесіп ұшын солай етіп қоясыздар. Және мен сіздерге айтқандай, мынадай қандай жіп қосқыларыңыз келеді, соны қалай қосу керектігін көрсететін ол. Мына қараңыздар, мына жіптің ұшы бізде артылып қалды, бірақ мен ұзынырақ кесіп қойыппын, сол себепті мен кішкене тоқып жіберейін. Опа. Осылай. Осылай мені тоқыдым. Міне енді жіпті қосқан кезде сіздер міндетті түрде оны ұмытпаңыздар. Осындай екі жіп, былай бір жіп болып ары қарай қосуға болмайды. Міне екі жіптен міне осылай шығарып аламыз. Сосын мына жіптердің ұшын аламыз да мына жерге қоямыз. Мына қараңыздар. Міне келесі біздің білмейтін де осылай тоқи береміз. Сосын сіздердің жіптеріңіз ішінде жаңағы жалбырлап жүрмейді. Тоққан следигіңіз аккуратно іші таза болу керек. Осының барлығы мен Сезім деген қызыма үйретіп, Сезім деген қызым әлі күнге дейін тоқиды. Қыздарым негізінде көп, жетістіктері де көп. Қыздарым бар, рюкзак тоқып сатқан қыздарым бар.
корзина тоқып сататын қыздар бар. Әлі күнге дейін ярмаркаға шығамыз, сол қыздардың заттарын алып шығамын. Қыздар өздері шығады ярмаркаға көру үшін. Барлығы мектеп оқушылары. Бірақ та мен негізі үлкен кісілерім де бар, мамалар келеді маған. Барлық кісілерге үйрете беремін, жасына қарамай. Міне қараңыздар, мынау следик қой да, іші аккуратный болады. Мынау только мен кейін жауып тастаймын, міне осындай іші таза болу керек. Мына кесіп тастаймыз қашымен деп. Осындай. Потом мына жерде қарасаңыз, мына жер кішкене неаккуратный да. Бұл табаны болады. Өйткені бізде спиральный вязание болғаннан кейін мына жағы үсті болады, ал мына жағын сіздер ешқалай әдемі қылып тоқи алмайсыздар. Өйткені бұл жерде бізде спиральный вязание болғандықтан міне бәрібір. Бүйтіп мына жерден бастаймыз, бүйтіп мына жерге жоғарыға шығамыз деген сияқты. Енді міне осылай тоқисыздар да, ары қарай қандай түс қосасыздар, қаншалықты, мысалы мен жасыл жіппен тоқимын, міне әркім өзі біледі қандай жіп қосқысы келеді. Бірақ та жіпті обязательно мынадай екі түсті міне былай қосуға болмайды негізінен. Міне былай еді, мынаны былай қосуға болмайды. Ол кезде уже көрініп қалады мына қосылған жібіміз. Сосын мысалы жібіңіз үзіліп қалған жіптер болады, үзіліп қалды бар. Бір следиктен жарты жіп қалады, бір следиктен тағы да қалады деген сияқты ғой. Сол кезде де осылай қосасыздар. Міне осылай ғана тоқып кете береміз. Міне қазір спиральный дегеніміз осы мына төмен жақтан басталды, иә. Қазір міне мен уже үстіне қарай шығып баратырмын. Міне уже мына жасыл жіптің екінші қатары мынау астында қалды, үстінде кетеді. Өстіп ары қарай тоқи бересіздер. Жаңағы мен айтқандай тоқи берсеңіздер. Міне енді қарасаңыздар, мына жерде мен уже следик осындай тоқисыздар, осындай ғана басын осынша ғана қылып тоқисыздар. Мен жетеді, мен еще былай қарай өкшесін кеңірек көрсетемін. И окантовка болу керек бізде. Окантовкаға тағы орын қалдыру керекпіз. Енді мына 38 размерге шығып жатыр. Міне басынан өлшесек, міне 10,5-11 сантиметр тоқсаңыздар болады. Тоқып келдім. Міне қарасаңыздар, мынау бізде жіп қосқан жеріміз, былай кішкене көрініп тұр жіптің. Сол себепті біз оны астына келтіреміз. Міне былай болады, үсті әдемі болып тұру үшін. Енді былай екіге бүктейміз. Мына жағы жаңағы жіп қосылған жерлерін бүйтіп тура астына келтіреміз. Мына біздің следигіміздің үстіңгі жағы болады, мынау табан жағы, өкшесі табаны болады. Енді міне тоқып келдік, столбик без накида тоқып келдік. Енді бір петля подъема көтереміз. Ол міндетті түрде солай болу керек. Петля подъема дегеніміз міне бітті, міне біреу көтердік. Енді оң жақтан сол жаққа қарай бұрамыз. Тура мына жерге тоқымыз. Мынаған емес, тура мына біздің столбигіміздің астына. Столбик без накида техникасында тоқимыз. Бұл біздің қазір тоқып жатқанымыз өкше жағы. Өкше жағын біз поворотный ары бері поворотный рядами ары бері бұрып тоқумен тоқитын боламыз. Ал басын мына жақта біз спиральный қылып тоққан болатынбыз. Негізі ең оңай тоқылатын следик.
косичканың астына салып жатырмық қой бағанағыдай. Мына поворотныймен рядами қалай тоқыдық, тура сол сияқты мына косичканың астына салып тоқып жатырмыз. Енді мына жерге келдік. Мына жерде бізде 8-9 ілмек қалу керек. Міне қараңыздар. Мына жерде мынау уже алынып тұр. Бұл саналмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қалдырайық. 6. Міне қарасаңыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Мынау санаған жоқпыз. Мына жерде бір қосылып тұрған сияқты, бірақ қарасаңыздар, мына жерде уже ілмек алынып тұр. Енді бұл жерде 6 қалдырамыз. Бұл енді детский не болса 5 қалдырсаңыздар болады. Үлкен аяқ болса тоже 8-9 қалдырасыздар. Ал жіңішке жіп, мысалы бір мынандай жіпте тоқитын болсаңыздар, онда болса бұл жұқа болады. Мына жағы өзі мынау қазір бізде қалың ғой, жұқа болады, және де майда болып шығады мынаның барлығы. Сол себеп біз көбірек сіздер қалдыру керек боласыздар. Енді тағы да петля подъема, воздушный петля көтердім. Оң жақтан сол жаққа қарай бұрдым следигімізді. Қайтадан тура мынаның астына саламыз. Түсіндіңіздер ме? Тура міне қарасаңыздар, мына жерге мына жерден ілмек көтереміз. Мынадан емес, мынадан. Аяғын тоқып алып келеміз. Тоқымыз. Мына жерге мысалы тоқу керекпіз, бірақ оны мына жерден алатын болсаңыздар, следиктеріңіз мына жағын сіздер былай міне следигіміздің басы. Біз былай тік төртбұрыш қылып тоқу керекпіз. Мына жағын тік төртбұрыш қылып. Ал если сіздер мына жерден алатын болсаңыздар, онда төмен қарай кетіп қалады. Мына жағы түзу болып шығады, мысалы былай, мына жерден былай тоқу керекпіз біз. Сіз мына жағынан төменірек алатын болсаңыз, былай қарай төмен тоқып кетесіз уже. Сол үшін мына жерде мынадан алмаймыз. Мына жоғарыдағы ең үстіндегі ілмектен іліп аламыз. Сосын екі ілмек, екі ілмектен бір ілмек шығарамыз. Сосын мына петля подъема обязательно оң жақтан сол жаққа қарай құрамыз. Тура астына тағы да тура өстіп тоқи бересіздер. Бәрі жай ғана өстіп тоқи бересіздер. Бәрі қайталана береді. Мына жерде тағы бір рет көрсетейін сіздерге. Ары қарай өздеріңіз тоқитын боласыздар. Қандай сіздерге размер керек болады, сондай размер тоқитын боласыздар. Негізі мен бір следик қана тоқып жатырмын ғой. Сіздер
мына осындай екеуін бірдей қылып тоғып дайындап қою керексіз. Бірінші мынаны жаңағыдай бүйтіп бірін-бірінің үстіне қойып бірдей болып шығу керек бұл. Және мына жағындағы екеуін бірдей, мына жағын тоқымай тұрып, өкше жағын тоқымай тұрып, мына жері бірдей қылып тоқып алу керексіздер. Негізі мен енді тоқып үйреніп қалғам, мен ештеңесі санамаймын ғой. Сіздер мына тоқымай тұрып, мына жағын тоқымай тұрып, мына жағын тоқымай тұрып, мынаның барлығын былай санап алыңыз. Қанша ілмек бар, қанша петля, қанша ілмек бар. Сол екеуінде де бірдей ілмек болу керек. Әйтпесе бір сілетеңіз үлкен, бір сілетеңіз кіші болып қалады. Міне қайтадан келдік. Мына біздің мына жерге тоқимыз. Енді мына жерде мынаған емес, ал осы бүйтіп мына көлденең тұр ғой, міне осыған тоқимыз. Мына жерде мынаған тоқымайсыз. Мына үстіндегі тоқимыз, міне үстінде жіп тұрады. Осыған тоқимыз. Міне петля пойдем обязательно. Оңнан солға қарай бұрыламыз. Тура астына міне. Енді ары қарай өздеріңіз тоқыңыздар. Соңына дейін қандай размер керек екенін тура осылай тоқи бересіздер. Өкшесін жаңағы бітіретін жерін өздері көрсететін. Мына жерге келіп тоқып келген кезде сіздер қараңыздар, мынадан алмайсыздар. Вот міне өзі жоғары қарап тұр. Бүйтіп міне кеп осылай тұр. Былай тұрған жіптен алмайсыздар. Үстіндегі жіптен аласыздар. Ары бері тоқисыздар. Өздеріңізге қандай көлемде керек сонша тоқисыздар. Міне уже тігінен шығады. Сіздердікі де міне тік төртбұрыш болып шығу керек. Міне қараңыздар, міне болды. Міне осылай тоқисыздар. Міне арт жағы міне осындай болып келеді. Мына жер түп-түзу болу керек. Мына жерде түзу просто бір-біріне қосқанда міне осындай болып тоқылды. Мына жер тік төртбұрыш болды. Енді мына жерге дейін ғана, ортасына дейін ғана тоқыдым. Міне ілмегіміз мына жерде тұр. Енді мынаны теріс аударамыз. Сілетегімізді былай сыртқа аударамыз да. Жіпті кеспейміз. Бірдей қылып ұстау керекпіз. Сосын міне не іш жағынан алсаңыздар болады. Мына жерде іш жағынан алсаңыздар болады. Болмаса сырт жағынан тоже алсаңыздар болады. Мысалы міне косичкамыз бар ғой, бір жағы тоқылды ғой. Міне соны сырт жағынан алсаңыздар да болады. Болмаса бүйтіп іш жағынан алсаңыздар да болады. Міне енді аламыз да, міне бізге ыңғайлысы былай болады. Былай болады. Осылай. Тура ортасынан шығып тұрса, енді мен сырт жағында аламын. Енді мына петляны ішіне қарай кіргізіп аламыз. Сыртқа өз жағымызға қарай. Ыңғайлы болу үшін. Енді мына сырт жағынан алып тоқимыз. Тоққан кезде соединительный петля дейді былай. Мына шығардыңыз. Екі, бізде негізі қараңыз. Мына біздің жаңағы сыртқа шығарған петлямыз. Сосын мынаның бір жағындағы, екінші жағында міне. Мына жіпті
бүйтіп ілмекті сразу үшеуінен сразу шығамыз. Енді келесі міне мынау бізде. Міне сыртынан іліп алдым. Мына жағы бірдей болып тұру керек. Мына қараңыздар. Үші мен міне біздің ілмегіміз міне. Солай үшеуінен ол соединительная петля деп аталады. Міне осылай толығымен жіктеп аламыз, кішкене тартамыз, бос қылмаймыз. Осылай тоқып шығамыз. И шындағыдан аламыз, шындағы жіптен аламыз. Бұл жерге енді ыңғайлап, қайсысы өзіңізге ыңғайлы, содан аласызда. Міне соңғы петлямыз жасадық. Енді былай аударамыз. Міне біздің сілегіміз шықты. Енді окантовка деген окантовканы жасаймыз. Опс, болды. Былай қарай тоқып кетпеңіздер. Былай қарай ішінен бізді қолыңызға ішінен былай қарай тоқып кетпеңіздер. Міне сыртынан тоқымыз. Қатты тартпаймыз бұны. Қатты тартып тоқсаңыздар, тартылып қалады да. Нормально, бос емес, бос болса аяғыңыздан түсе беретін болады. Такой спокойный. Мындай үлкен тесіктерден алмаңыздар, желательно. Үлкен тесік болып прям көрініп тұрады да, сіз одан ары керіп тастайсыз. Міне сосын айландырып тоқып шығамыз. Так, теперь вот так. Мына жері жеңіл, жай ғана іліп алып шығамыз. Каждый ілмекке іліп шығамыз, тоқып. Қарап
көріп отырасыздар сразу өйткені бірінші тоққанда осындай окантовкасы кең болып қалуы мүмкін. Кең болып қалса аяқтан түсе беретін болады. Тар болып қалса аяғыңызды кәдімгідей қысады, аяқ киім сияқты төбе жағынан қысады. Негізі жіп жұмсақ, әдемі следик болып шығады, жіп жылы. Şimdi evet. Вот енді қазір кесеміз жіпті. Жіптік тоқ бастаған жерімізге. Мына жерге бұлай тоқи салайық. Бұлай, бұдан. Вот так. И все. Мынаны бұлай аласыздар да, мына жерге мысалы. Потом қарғай тұрып тастайсыздар. Мына осындай следик шықты. Сіздер енді екеуі бірдей болып шығу үшін следик мына жерде көрдіңіздер ме? Қисық кішкене мына спиральный болғаннан кейін жіптің қосылған жерлеріне тағы үстінде көрінбейді. Вот осындай шықты. Сіздер ең бірінші мына бірінші жартысын тоқып аласыздар. Тоқып аласыздар, басынан бірдей өлшеп тоқисыздар. Бұдан нәрге келген кезде мына жерін санайсыздар. Қанша ілмек бар, соны санайсыздар. Екеуінде де бірдей болу керек. Екеуін бірдей, біреуін кең, біреуін тартып тоқымайсыздар. Екеуін бірдей қылып тоқисыздар. Одан кейін ары қарай, мысалы сіз мына жағында көп қылып, болмаса кең қылып тоқып қойсаңыз, мына жағы үлкен болып кетеді. Несі тарғып тоққаныңыз, мысалы мынада ғана шығуы мүмкін, болмаса петляңыз, жаңағы ілмектеріңіз аз болса, мынада біреу үлкен, біреу кіші болып. Сол себепті сіздер обязательно мынаны бірдей қылып, бірінші мына басын бірдей өлшеп аласыздар, екеуін тоқисыздар, сосын барып мына арт жағын, өкше жағын тоқисыздар. Ал сіздерге сәттілік, күндеріңіз жақсы өтсін, менімен бірге болыңыздар, әлі тағы да жақсы видео түсіретін боламын.